Қазақ хандығында қанша хан билік етті? Қазақ хандарының шежіресі. Керей хан Қазақ хандығының негізін қалаушы, Шу, Талас өңірінде хандық құрды. Жәнібек хан Кереймен бірге мемлекетті құрды, әділ, беделді билеуші. Бұрындық хан билігі әлсіз, нақты билік Қасым Сұлтанда болды. Қасым хан мемлекеттің әскерін күшейтіп, халқын миллионға жеткізді. Мамаш хан ішкі тартыстар күшейді, Тахир хан әлсіз саясат жүргізді, өте жауыз хан болды. Бұйдаш хан ел бірнеше бөлікке бөлінді. Хақназар хан хандықты қайта біріктірді, жерін кеңейтті. 42 жыл билік етіп, Қазақ Ноғай хан атанды. Шығай хан 80 жасында билікке келіп, 2 жыл ғана билік құрды. Тәуекел хан Бұхарамен соғысты, Сырдария қалалар үшін күресті. Есім хан Түркістанды астана қылып, Қазақ-Бұхар соғысын тоқтатты. Жәңгір хан жоңғарларға қарсы тұрды, Орбұлақ шайқасында жеңді. Тәуке хан алтын ғасыр орын алды. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болды. Болат хан әлсіз билік құрған хан болды. Сәмеке хан орта жүзде билік етті. Әбілқайыр хан кіші жүз ханы болды. Ресеймен байланыс орнатты. Әбілмәмбет хан орта жүзді басқарды. Абылай хан үш жүзді біріктірді, көршілес елдермен мықты дипломатия жүргізді. Уәли хан Абылайдың ұлы, Ресей ықпалы күшейді. Кенесары хан соңғы хан, ұлт азаттық көтеріліс басшысы.